Бүгін бізде қонақта Заңғар. Қош келдің. Қош көрдік, рахмет. Керемет вообще. Шақырғаныңа рахмет. Расымен де. Қашан қайдан деп жатсыз? Сені күттік. Қазір бір 20 минутта қайтамын осы біткеннен кейін. Жалпы бағдарлама туралы кішкене түсіндіре кетейік, қай жаққа келдің біліп отыр. Бағдарлама былай. Трендтағы бүкіл жаңалықтарды осында талқылайтын боламыз. Оп-оңай. Трендте барсың ба? Трендтен жоқпын, қорқамын мен трендтен. Неге? Анаң ішіндегі жақсы жаңалықтар да бар, жәнегідей. Жоқ, бірінші сұрақ, сразу бірінші комментариядағы сұрақты қоя салайын саған. Әйелі рұқсат бермейтін шығар. Ол да бар десең. Трендте отыруға ма? Иә. Маған жалпы отыруға рұқсат бермейді десең. Осы жерде отыр. Иә. Жөніңізді әрең сұрамып кел десең. Жоқ, трендтен қорқамын мен. Негативтен қорқамын мен оның ішіндегі ше. Өзім емес, тиктоктан негатив жете ма саған? Иә. Анаң ішінде жазады ғой жаңағы кәдімгідей трендтің күшімен бір кафе, заведениялардың өзін отмет етіп жатыр, иә. Мысалы, бірақ трендте жақында бір жақсы жаңалық көрдім. Жаңа бір атамыз автобуста кітап сатып жүр екен. Сол кітапты жаңағы трендте біреу сатып жүрген, осылай сатып жүр екен деп, қазір ол жаңағыдей магазиндерде кәдімгі баспанамен шығып, күшті сондай жағы да бар екен трендтің. Но основной жаңағыдей 71% андай бір қорқынышты жаңалықтар ше, кәдімгідей. Анау мынандай, мынау сондай, мынау мындай. Сондықтан да трендте жоқ мен. Қай жерінен қорқасың? Ана қыздарды постоянно қыздар шыға беретінен ба? Пишите деп. Жоқ, ана кейбір массаж записывайтесь деген. Кейбір жұлдыздардың артын ашып жүретін қыздар болады ғой. Может, сенде сондай бір жазба болып қалған шығар. Жоқ, ол мен ол жерде трендте болсам да болмасам да ашып жүреді ғой. Жоқ, жалпы бұрынғы өмірің әйтеуір таза ғой бәрі. Иә, құдайға шүкір. Бірақ мен байқадым, Риза отырады, иә? Риза, осы бәрі Риза айтып береді. Мынаған қара, мына жерде мынандай ситуация болыпты, мынандай болыпты, мынаны былай айтты, мынау былай отыр, мынау былай отыр. Мен Риза сен туралы не жазар екен деп отырады. Сендерде трендте да бір аккаунт па екеуіңе? Жоқ, Ризада ғана аккаунт. Жалпы үйде негізі екеуіңе бір телефон ба или екеуіңе? Бір пароль ба десе? Менде андай. Общем, бар ғой. бір айфон алғанбыз отбасына десей. Әдемі? Ал, бастайық онда. Да, бастайық. Енді бізде бәріміз бір 4 веткадан алып келдік, иә? 4 посттан алып келдік, бұтақ қазақша. Соны біздер оқимыз, соның ішінен сен ең үздікті таңдау керексің. Критерий бар ма? Осындай болар, келе жалпы өзім ұнаған. Өзіңе ұнаған. Өзіңе ұнаған. Иә. Бастаймыз, Қайрат, бастайсың ба өзің? Бастайын? Иә. Ал, давай. Так, менің лайф нижний пробел 5445 деген трендтің қолданушы жазған. Есіме түсіп кетті, ажырасамын деп жүргенімде спонтанно жұмыс табылып, Алматыға жол жүретін болдым. Балам екеуміз 2-ге толмаған. Поездқа выбор аз, баламен үстіне жата алмайсың. Тәуекел біреумен ауысып алатын шығармын деп ойладым. Міндік в итоге Тальго Астана алған жас жігітпен қыз, әпкесі ау деймін. Балам бірінші поездға мінген соң қорқып отырды. Жаңағы балаға қарап жөнімді айтып едім. Мен білмеймін деп әпкесіне қарады. Әпкесі недовольный түрмен, мен бұл орынды бір ай бұрын алып қойғанмын деді. Минутына 54 сөз деді. Мен уже басын ұмытып қалдым негізі. Короче, шаруа былай ғой. Өз сөзіме айтып Шаруа былай. Қазір мынандай вопрос қой. Біздер енді мына жерде қоғамның вопростарын талқылаймыз ғой. Трендте көбінесе сондай нәрселер. Көптеген адамдар пойызға мінгенде, автобуста болсын, пойызда болсын, орныңды бер деп талап етеді. Жасына нетеді, қарайды. Сен жассың, жоғарға кет деп. Мен баламен келдім. Иә, мен баламен келдім, мен без настроения келдім деген көп та ондайлар. Сен қалай ойлайсың, например, бір адам басқа адамға өзінің орнын беру керек па? Өзінің комфортынан отказ етіп. Мысалы, қара, билет аласың ғой. Саған бірінші дем беру керек десе, дем жетіп. Үстіне орын алып, бірақ астындағы орын бересің ба деген сияқты ғой. Егерде мен өзім бала шағамсыз, өзім жалғыз кетіп бара жатсам, маған бәрібір деші. Саған өзіңе қалай, сверху ұнай ма?
Жақсы. Мен өзім жалғыз болсам, мен мысалы үлкен кісі келіп тұрса бере саламын, мен үстіне жата саламын мысалға ше. Орын беремін деп айтса, иә, орын беремін. Орын өзім мысалға жаңа пойызда 4 орын болса, соның астыңғы орны менікі болса, егер де және бала мен болмаса, үлкен кісі болмаса, тағы да бір жағдайларға байланысты орын беру керек болатын болса, мен өзім жалғыз болсам, егер де беремін. Егер де мен әйел бала шаға мен болсам, бір жерге бір сапарға шығайын деп жатсам, мен алдын ала билет аламын ол үшін, чтобы бәрі комфорт болу үшін. Бірақ негізі мен пойызбен жүрмеймін деп сразу айтсай. Жоқ, кейбір кезде болып қалады ғой, мысалы біреу қайтыс болып қалады, немесе бір әкесі дүниеден озып кетеді. Бар жақ екі адам неге негативсіңдер қанды? Это позитивный, добрый тағам. Негатив емес, енді аяқ астынан шығу керек. мына жағында қарау керек қой енді. Сөйтіп аяқ астынан шықпады, баласын тастайтын жер жоқ, бәрі алып кетесің. Сондай жағдайларда мысалы. Сондай жағдайда енді бере алмайтын сияқтымын деп ойлаймын өзім. Егер де өзім жалғыз болсам, мен енді жалғызбын ғой. Еркекпін, маған особо бір, грубо говоря, комфортта керек жоқ. Ладно, жататын жерім болса болды. Егер де ол бала шағам болатын болса, әйелім болатын болса, заттар болса, оның бәрі болса, және астыңғы орынды өзім сатып алған заңды түрде ақша беріп сатып алған орнымды баламның комфорты үшін бере алмаймын. Бере алмайсың. Мен вообще былай ойлаймын. Мен мысалға автобуста, например, балдар отырады ғой. Біздікілер барып тұрғыз жібереді там, бар орын бер, бүйтіңдер. Мен балалар тұрғызбауға тырысамын. Себебі мені кішкентай. Сен үлкен кісілер тұрғызасың ба? Мен автобустың водителін тұрғызамын. Өзім айтайын. Себебі менде өзімде кішкентай кезімнен комплекс қалып қойған да. Травма. Орын бергізе бергенде. Детский травма көп сияқты. Иә, детский травма көп. Ол тек психологический травма да емес та. Себебі менде мынандай ощущение болады да, что ол баланы тұрғызып, мына қоғамда сенде удобный болып кетеді деп тұрсың да. Жоқ, бар ғой сондай апалар прямо да айқаймен жүреді, ол жылап. Мысалы менде андай жағдай болған. Автобуста отырған кезде ана бір кісі келді да аяғымды былай ұрып жіберді. Қазір айта береміз ғой, неге өйтті екен деп, бірақ ол кісілер ол тоже детская травма, да? Ол кісінің может настроениесі болмаған шығар деп ойладым енді, бірақ сол кезде мен түсінбей қалдым. Ең бірінші рет сондай жағдай болды. Может, ол орысша сөйледі. Ладно. Жақсы. Так. Сол Так, екінші трек. Сен өзің қанағаттандың ба жауабына? Жауабына қанағаттанғанда мен просто қоғам екіге бөлініп кетті да осы вопроста. Біреулер беру керек дейді, біреу беру керек. Сен қоғамның қай жағындасың? Мен бермеу керек деп ойлаймын. Бермейсің? Иә, бермеймін мен. Сен ше? Голосование жасаймыз ба? Да, голосование жасап көрейік. Ладно. Мен негізі мен беретін едім. Негізі деген қазақы тәрбие ғой. Атаңа не қылсаң қылсаң, жоқ, атаңа не қылсаң алдыңа сол келеді дейді. Қазір мысалға зумерлер деп айтамыз ғой. Зумерлар қатты кетіп қалған зумерлар бар мысалға да. Кейде ойлап жатасың, мыналар деген біз сияқты мектепте система көрмеген деген сияқты. Оларға керек деп. Негізі енді керек емес енді онда система. Бірақ дегенмен бір хотя бы тәрбие жағы қалса дейміз да. Тәрбие жағы бір сыйлау, үлкендерді сыйлау деген сияқты. Көрдің ба сен опять же хочешь зумерларды под себя настроить, чтобы саған комфортно болу керек. Сен екеуміз төбелесейік болмаса. Жоқ. Міне, болды, ажырасам деп ойланып жүргенде, күйеуім шашын алып, красавчик болып кете береді дейді. Қызық та? Смотря не үшін ажырасқанына байланысты ғой. Неге олай ойлайды? Прическа әйеліңіз сізге жалпы бір қонаққа сұрақ қоймайсыңдар ма? Иә, мен заңғарға қойып жатырмын ғой негізі. Қалай ойлайсың, қаншалықты ер азамат өзіне қарау керек? Күшті сұрақ да? Иә, поехал. Өте жақсы сұрақ. Өзіне толықтай қарау керек деп ойлаймын мен. Не только жаңағыдай қазір еркек өзіне қарау керек дегенде қазір көбісі андай түсінеді ғой, бетіне миық жағу керек, крем жағу. Жоқ. Ең бірінші ол обычный мен ойлаймын тамақпен спорттан деп ойлаймын мен ең бірінші. Еркек өзіне содан бастап қараса. Косметологқа бару мысалға қаншалықты? Сен барасың ба? Мен косметологқа жоқ бармаймын мен. Тырнақ алдыруға бару. Жоқ, маникюрға бармаймын. Бірақ та егер де мысалға там бартер болса, может барам десең, реклама болса. Жоқ, мысалға актер жігіттер бар. Модель жігіттер бар, өзінің нанын көріп жүрген. Жұмысына байланысты. Иә, жұмысына байланысты олар барса, я думаю, стоит, мысалға там шугарингке қатты бір модель керек емес сияқты. Жоқ, бар ғой солай жасайтындар, ер адамдар жасатады. Ол ер адамдар басқа ер адамдар гигиена ғой енді. Иә, гигиена және де мастерлар жасайтын адамдар екі есе жаңағыдай ләззат алады. Двойное удовольствие ма? Жоқ,
2 есе ақша төлейтін сияқты, мен солай естідім просто. Онда ер азаматтардікі енді қатты қиын емес шығар сіздердікінен қарағанда. Не үшін 2 есе алады олар? Енді әділетсіздік қой барып тұрған. Дискриминация по полу. иә. солай естідім мен өзім. Бір құрбым айтты маған. А сен қандай уход жасайсың өзіңе, Заңғар? Так, мен өзіме қандай уход жасаймын мен? Тырнақ аласың? Тырнақ аламын, өзімдікін өзім аламын деп, душқа түсем. Базовый, иә? Базовый, иә. Басыңды жуасың? Басымды жуамын, тағы не Тісін шаясың? Тісін шаямын, не істеймін тағы. Сол базовый уходтар. Иногда вот бетім қатты майланып кетіп жатса, Ризадан жаңағыдай не бар? Не деуші еді жаңағыдай? Крем? Крем емес бүйтіп андай жағады, пенка болып кетеді ғой бетің. Умывалка, вот. Автомойка. Иә. Сонымен иногда жуамын. Так, келесі трец. Қарайық. Заңғар, сен жаттап отырсың ғой да, андай трецтардан ең үздігін таңдау керексің. Примерно уже понятно. Неге осы бір нәрсе ойласаң, везде интернеттен сол заттар шығып кетеді. Ладно, түсінемін, если сол туралы дауыстап айтып жүрсең, бірақ просто ойласаң да шыға беріп жатыр ғой. Түсіндіңдер ме? Сенде бола ма сондай? Бола ма ондай нәрсе? Менде бір екі рет болды сондай. Мен мысалы бір музыка тыңдаймын ғой, мысалы интернеттен бір музыка тыңдағаннан кейін обязательно сол музыка бір 2-3 жұмадан кейін бір шоуда исполняться етіледі или бір киноға шығып қалады, білмеймін неге екенін, 1 айдан кейін 2 айдың ішінде сондай нәрселер көп, например. Бәріміз матрицада өмір сүріп жатырмық қой десең. Мен кейде болады, то что бірдеңе ойлаймын, допустим, сыр туралы. И сырдың рекламасы кетеді Инстаграмда. Өздерің қалайсыңдар? Менде ондай болған жоқ. Мен мысалы Инстаграмнан бірдеңе іздесем, киім іздесем, мүмкін косметика іздеген кезде маған реклама болып уже шығып бастайды сондайлар. Иә, вот соны айтып тұрмын, пример. Ол само собой ғой. Жоқ, мен просто даже ойласам. Ойласам ондай болған жоқ менде. Менде бір крупный бір последний болған, мен әке атанған кезде маған детский ойыншықтар, киімдер, солар шыға бастады. Бірақ мен особо өзім немде ештеме салған жоқпын, бірақ ештеме поискқа жазған жоқпын киім деп. Бірақ жаңағыдай неге шыға бастады, таргетқа, нелерге шыға бастады. Егофта бір жерде информациялар болар. Білмеймін. Оның ешқандай жамандығы жоқ. Пайдасы күшті ғой. Мысалы, бірдеңе ойлайсың да, и сотың шығарып береді. О, как раз іздеп жүрдім деп, может. Может, чатта поздравляли тебя. Может, да, не, чатта поздравляли. А бұрын ондай болды ма негізі? Как вы думаете? Или осы 1-2 жылда сондай болып жатыр? Жоқ, вообще договоренность Samsung C35 кезінде ондай болған жоқ. Между крупными компаниями договоренность бар да, что реклама шығарады солай. Сенің потребностыңа байланысты, сенің өміріңе. Жалпы ойлаған нәрсең соткада шыға ма деген сұрақ болды, иә? Аха. Нет, сол дұрыс па, дұрыс емес па деген сияқты ой еще. Иә, Как будто сен бір аңдып жүрген сияқты ма? Иә, по сути, бізде оқиды, нетеді, шамасын біледі да. Бірақ это не используется в плохих целях компаниялар. Болашақта күйеуіме патшам жұмағым деп отырсам, жағымды айырып кетіңдер дейді. Адайыз деген қолданушы жазыпты. Жалпы үйде Риза саған солай айта ма? Патшам, тақсыр, жаным. Ну, жаным это нормально, да? А тақсыр, ұлы мәртебем деген сияқты айтады ғой екінші жағы. Отағасы. Негізі қазақша сөздерше андай бір қатты не жағымды. Сұрағымды аяқтап кетейін. Патша тақсыр. Сен үшін кринж ба әлде это нормально ма? Стрём ба? Стрём или норм? Жаңа именно тақсыр дейтін кішкене қатты. Патшам деген жараспайтын сияқты ма жігітке? Жұмағым дейді. Жұмағым. Иә, қалай ол ханды тақсыр деп атауға ғой. Нет, мысалға андай иманды отбасы болса, жұмағым десе жарасатын сияқты да. Жәннатым деп па? Иә, жәннатым. А біз екеуміз де танцормыз да. Танцорлар жұмаққа кірмейді ғой дейші. И андай более сондай отбасымыз, әр отбасының өзінің бір вайбына жарасатын бірдеңе айтса, сол жақсы сияқты да. Ал өзімізге де айтамыз. Жалпы өздерің не деп айтасыңдар бір-бірлерің соңғы болып тұр. Сен ботам дейсің. Мен ботам деймін. Қазір біз андай уровеньға шықтық, мамасы, папасы дейтін уровеньға шықтық біз. Мамасы, бұрында папасы. ойнайтын едік қой ойын естерінде. Әй, андай Зейненің папасы деп жүр шай ішіп алайық. Қазір сондай уровеньға. Қазақстан телеканалындағы сериалдар сияқты ма? Не, күшті ғой, ол да ана сен мысалы қызың бар ғой, өсіп келе жатыр, соны көргенде, отбасында көрген дүниелерді, мысалы ертеңгі болашақта қайталайды ғой оны да. Мне кажется, күшті сияқты. Мамасы, папасы дейсіңдер. Сендер де екеуіңді отбасысыңдар ғой, сендер бірлеріне дейсіңдер. Айболат, Айжан. Біз иә, сөйтеміз. Сендер қатты кезекесіңдер. Біз новый уровеньға көтере алмайдық. Сендер балаларың мейірім көрмей өсіп отыр. Айболат никогда мені былай жұрттың көзінше вообще еркелеткен емес. Қазір еркелет. Мен всегда дистанция ұстаймын, даже қазір. Екі адам бар. Кейбір мысалы парочкалар құшақтасып сөйтіп отырады ғой. Жаным, күнім. Сендер сонда жоқ, жалпы құшақтаспай бастап кетесіңдер ма бәрін?
жоқ жалпы сөйтіп айтады, а былай жаным жұмағым деп айтпайды екен мен. Айболатты айтпайды олай. Это нормально. Сен де әйелің бар ғой, сен не деп әйелім бар, айтасың? мен еркелетемін, иә. Не деп еркелетесің? Мен қошақаным деп еркелетемін. Қошақаным? Сені ше? Ол маған қайрат брат дейді. Кстати, менде не бар Қайрат брат да, дейді? мен андай шаршап қаламын ғой, балдармен, дос балам. Баяғыда әзілді бар еді ғой, ана қошақаным дейміз, ботақаным десе сен базар жоқ, әйеліңді малға теңеді екенсің дейтін ше. Иә. Жоқ, мен последнее время ұмытылып кете береді да андай. Әйеліме брат деп қалатыным бар да, сол кезде ренжимін. Жоқ, жалпы Вот бізде Айболатта сондай отношение. екеулерінде ма? Иә, біз сондай, может, бұл отбасының вайбы сондай да. иә, бізде сондай. Біз мысалы бірге жұмыс жасаймыз, мында бірге келеміз, бірге там Қонасың. Студия 0711. шуткаларды бірге, білмеймін, одно целое деп айтады ғой. Сондай бір адам болып кеттік мысалы. Сіз екеуің постоянно бірге жүре Мен бергенсің. әйелім екеуміз родной болып құрдаспыз, қаласың. маған ешкім сұрамаса да айта берейін. Мен әйелім екеуміз құрдаспыз, сол үшін андай бір еркелеткім келеді, бірақ арасында жан деймін, жалпы жан деймін өмірде. И соткамда милая деп сохранить етіп қойған ғой. Енді осы жерде тағы бір сұрақ қойып кетейінші. Қалай ойлайсың, мысалы, адам көп жерде солай бір-бірімен құшақтасып, бір сезімдерін білдірген дұрыс деп ойлайсың ба? Меганың ортасында тұрған онша емес деп ойлаймын. Құшақтасып жүр деп. Нет, енді обычно былай құшақтасып, кейде сөйлесіп кетсе жарайды. Но енді андай прям бір сезімдерін білдіріп жатса. Кейде андай ситуациялар болады ғой. 500 адамдық тойда сүйісіп жатса. Жоқ, хорошо. Жоқ, андай ситуация болды бізде. Мен бір таныс жігіт. Құдай. Короче, біздер сөйлесіп жүрген ол кезде қыздарымызды алып келдік. Бәріміз бір 4 пары болып отырдық. Айжан жоқ, Бар. Айжан бар, иә. И сөйтіп ол и ол бір қызды, жаңа танысқан қызды алып келді. И бәріміз дастарханда отырдық. И жаймен сүйісіп жатыр да бәріміз көзінше. И бір қараса үстіне мініп жатыр жаймен. Соны ойлаймын да тоже. Сен заңғар қалай ойлайсың? Жоқ, мысалы, Видеосы бар ма? Жақсы деп. туған күнге кабинкаға шақырады ғой, мысалы. Сол ортада отырған кезде бір-біріне сезімдерін көрсету, құшақтасу, тіпті сүйісу норм деп ойлайсың. Жоқ, норм емес деп ойлаймын. Дастархан басында. Біз картайғанбыз. Қазір сүйісу норм деп айтатын шығар жастар басқа. Сол, бірақ маған ұнамайтын нәрсе мынандай да, сіздерге де ұнамайтын шығар, иә? Тілмен. Жоқ, әдемі отырады да дастархан басында. Күшті андай жаңадан құрылған параларда көбінесе болады, сол байқасаңыздар. Екеуі бір-біріне сыбырласа бастайды ғой. И ойлайсың, не айтып отыр мына деп, бірақ андай стрёмно да, кішкене елдің көзінше сыбырласып отқан. Мүмкін сұрап жатқан шығар. Может, құлағын жалап жатқан шығар десе. Әйелі, мынаған аты кім еді деген сияқты может сұрап жатқан шығар. Ол да мүмкін. Мысалы, мен танымайтын ортаға барғанда мен Айболаттан солай сұраймын. Аты кім? Айболат еще қатты қойды ма естілетіндей қылып бәрін. Кім анау ма деп. Оны мен де білмеймін деп. Хорошо, бір нәрсе айтайын. Мұғалім болудың қандай плюстары бар негізі дегенді барлықтарыңыз көрген шығарсыздар, иә? Мұғалім сөзіндегі, ол сөзіндегі плюсты ғана белгілеген да, осы дейді. Бұны вообще қалай ойлайсыз? Жалпы қазір қоғамда мұғалімдерге деген көзқарас қандай? Мұғалім болу қазір Қаншалықты выгодно? Қаншалықты пайдалы, иә? Жалпы мұғалім дейтін. Енді сен де өзің де бір жағынан ұстазсың ғой, мұғалім деп айтуға болады, өйткені арасында балаларға сабақ бересің биден. Биден, иә. Бірақ ол енді білім берумен теңеседі ау деп ойламаймын енді. Неге? Ол да бір білімнің бір түрі ғой. Сен навыктармен бөлісесің ғой сен өзің. Бірге саған келгенше бір бала аяқты қайда қою керек екен білген жоқ. Иә, может сенің арқаңда бір бала биді қойып кетеді. Немесе атақты биші болып кетеді. Немесе, иә. Немесе ғой ол. Нет, жалпы енді мұғалім дейтін екінші анаң сияқты ғой негізі. Так, келесі тред сонда. Жоқ, мен бармын ғой. Так. Рамазан дейді мына жерде. Шампунь ішіне су құйып бас жуып жүрсем, корпоративке 25 мыңнан дейді ғой пішіп дейді. Но, біздер енді жүргізушіміз ғой. Көптеген іс-шараларды, корпоративтарды жүргіземіз. И осы жылы кішкене елде кризис болғандықтан ба адамдарға сондай нагрузка түсіріп жатыр да, компаниялар. Қорытынды кешті мысалға жылдың өз счеттарына дейді. Соны сен мысалы қалай ойлайсың? Егер сен компанияда жұмыс істесең, өз счетыңа барар ма едің сондай кешке? Мен жақында бір жақсы не көрдім, бір лайфхак көрдім.
жәнегідей осындай жаңа той болсын, мысалға ең қымбат ол Алматыдағы ресторандар ғой жалпы. И жәнегідей бір тәтемізден бір жақсы лайфхак көрдім, ол бүйтеді екен. Ресторан қарайды, қай жерге шақырды, қарайды, и примерно түріне қарайды, орналасқан жеріне қарайды, и уже бағасын примерно уже басына біледі. Адам басына ол ресторан қанша екенін. И ол өзінің жағдайына байланысты алдын ала жазып жібереді. Иә, мен келем деп. Егер де жағдай жетсе сол ресторанға, иә, мен келем деп жүреді. Егер де жағдай жетпей тұрса, ол өз қалтасынан 10 мың теңге рахмет салып жібереді екен де, мен келе алмаймын өкінішке орай дейді. Кімге рахмет салып жібереді? Сол жаңағы той иесіне болмаса және неге жаңағы ұйымдастырып отырған адамдарға, вот өкінішке орай мен келе алмаймын, бірақ өзінің атынан 10 мың теңге рахмет деп жәнегідей құттықтау несін салып жібереді екен мысалға. Жаңа жылда сондай корпоративке барар мен өз ақшаңның қалтаңнан мысалы бір адам басына 30 мың теңге. Білмеймін, ол жерде уже по факту қарайсың ғой, ол кезде уже. Ол жерде уже ризаның қалауына байланысты бәрі. Мен кішкентай болғанда, бірінші класста оқығанда, менің әке шешемде новогодний подарокқа беретін ақша болған жоқ та. Новогодний подарокқа беретін ақша болған жоқ та. И мамам травма көп екен, маған подарок алып келді жұмыстан. И оны мама школға апарып тастау керек болды да. Бірақ мамам ұмытып кеткен. И мамам маған жұмыстан звондап, ана подарокны апар да. Школға апарып бер деді да. Мен школға апарып бердім. И ол подарканы қайтарып. Мен просто подарканы туда-сюда тащу. Да, корпоратта сол ғой. Зачем ол? Компанияда жұмыс істеп жүрген адамдарға компания төлеу керек. Сотрудник жылына болатын бір корпоратта сол басқа өмірлерінде басқа радысы жоқ қой. Банкта, анда, мында жұмыс істейтін адамдарда. Ну енді жыл бойы жұмыс істеп, потом тойлағысы келетін адам 30 мың теңгесі болса, барғысы келетін шығар. Мысалға енді компания жады осындай шарт қойып отыр, осындай, давайте осындайдан жіберіңдер ақша, корпорация жасап береміз, осылай дейді. Ол енді өзі барып тусит еткісі келетін шығар, мысалға ше. Өзін қинап отырмайды ғой, мен тусит еткім келеді, бірақ 30 мың бергім келмейді, бірақ деп шандай. Жоқ, вот кипіштің бәрі мына жерде болып тұр ғой, сотрудниктар бергілері келмейді да, корпоративта компания төлеу керек деп ойлайды да. Мне кажется, ол дұрыс. Осы жылы байқайсыздар ма, ең мықты, мысалы TikToktан көріп отырмын ғой, ең мықты деген корпоративта мына машина сатумен айналысатындар да болған сияқты да. Ермек, как думаешь? Жалпылама Allure авто, сосын тағы қандай бар? Енді аттарын айтпай ақ қояйық. Біраз компанияларда шетелде болды. Топовый компанияларда жасады, иә. Жалпы салыстырмалы түрде 2025-ның корпоративтары жақсы болды. Оның арғы жылдарында корпоративтарда біраз кішкене қысты, үйтті корпоративтарға жалпылама запрет бергісі келді мемлекет. Бірақ дегенмен биылғы жыл өте керемет болды деп ойлаймын. Бірақ биылғы 2026-ның 26-тан 27-ге өтетін корпоративтар менің болжамымша аз болады. Өйткені биыл жалпы салық көбейді, барлығын НДС-ке өткізіп жатыр, сондықтан да менің ойымша биыл корпоратив салыстырмалы түрде аз болады. И андай кішігірім кәсіптер жабылатын сияқты. Салық көбейген сайын корпоратив аз болады. Экономикаға өтіп кеттік па? Акиматтан мықты корпоратив. Жалпы мына қараңыздаршы мынада. Налоговыймен. Туысқандарыңда қотақпас бар ма деп жатыр. Неше түрлі нәрсе жазады. Любой туысқандарда қотақпас болады ғой. Баланспен баланспен береді ғой табиғат дейтін. Иә, жалпы негізі андай бір, бірақ боқтайтын бағдарлама болмайық, ә? Давай. Автобуста жанында тұрған адамның чатын оқитын әдетім бар еді. Бірде бір тым жақсы қыз біреуге WhatsApp-пен жазып тұр. Мен көз қиығыммен оқып қоям жаймен. Бір мезгілде тағы жазып бастады. Оқысам, отама оқисың ба біреудің жазған. Біз боқтамаймыз деп едік қой жаңа. Запекиім че. Деп жазып қойыпты, ұялғанымдай көрмегендей болып тұра бердім дейді. Ал енді автобусқа мінесің ба? Негізі, иә, көзің түсіп кетеді ғой кейде, осылай қарап отырасың да. Қазір автобуста жеке бөлігім бар. Жүрдің ғой енді. Енді сол кезде біреудің перепискасына қараған кезің болды ма? Да, любой негізі, тек қана автобус емес қой, ол магазинда болуы мүмкін жағдай, любой. Каспийді ашып жатыр, Каспийні бүйтіп кетесің ғой. Жоқ, болды, иә, мысалы. Иә, болды, бірақ енді көзің бүйтіп түседі. Бірақ оны дальше қарамайсың, енді бүйтіп. Просто бүйтіп моментті бүйтеді де, көзің түсіп кетеді и дальше бүйтіп тұра береді. Керегін қарайсың да, болды да. Көзің түсіп кетеді, просто бүйтіп көріп те үлгермейсің андай мысалға ше. Мен мысалға Ермек аға телефон бүйтіп қараймын мен қазір. Не жазылып тұрғанын көріп тұрған жоқпын мысалға ше мен. Бүйтпесе. Вот а так былай специально бүйтіп қарап не жазды екен оқыды деп. Ана жерде сүт ала салың, сосын не алады, ондай болмапты енді.
айтып сенде болды ма? Әлем. Мен периодически, как будто андай периодически не қылады. Арасында. Периодически мен аңдимын. Мен кейде қарап қоям. Мен прям әдейі емес, бірақ көзің түсіп кетеді сондай. Болып тұрады. А мен сен сөйлесіп жатқан кезде қарап қоямын. Сен соткамен сөйлесіп отырасың, сол кезде андай прям бүйтіп көзің былай кетіп қалады ғой уже. Уже былай қарап тұр, бірақ көзің мына жаққа қарап тұр Мына ғой. жерден шығып кетейік па екеуін жеке қылдырайық. Срочно ақша шақыратын дұға айтыңдаршы. Бір күнде түсіретін дейді. Сен ақша шақыру үшін Сен қандай дұғаларды білесің? Пахать дейтін дұға бар менде. Жұмыс істеу керек дейтінде. Ақша шақыратын дұға жоқ қой, әйтпесе бәрі отырмай ма? Дұғаны оқып, ақша шақырып. Бірақ кейбір комментарий жазып кеткен кәдімгідей дұғаларды. Осылай айтсаң келеді деген сияқты. Сенесің ба? Ниет қой негізі, бір қатты сенем деп айта алмаймын. Сол дұғаны оқып бүйтіп отырсаң, енді айтады ғой және сұрасаң Құдайдан сұра, Құдай береді деп ше. Бір ол тоже сұрап алып бүйтіп әрекет етпей отырмайсың ғой, сұрайсың енді соған әрекет жасайсың да. Егер де әрекеті болса, берекеті болады деп ойлаймын. Керемет. Апа Бексұлтанов деген жігіт жазып кетті. Сіктіңдер. Сана биігі қай жер ол? Шымбұлақ па, Көктөбе ма, Эверест па, Хан Тәңірі ма дейді. Сана биігі сен үшін қай жер? Сана биігі Апай правда десең. Так, мен үшін жақсы әзіл. Кесіп тастаңдар мынаны. Че, Абай правда, неге Абай правда, брат? Қалжың ғой, қалжың. Сана анда екі адамның сана биігінде жолыққан сол нағыз махаббат дейтін тема емес пе, иә? Әртүрлі енді өзің түсінуге байланысты ғой. Сен қалай түсінесің? Негізі түсінуің бар жігітсің ғой. Жас емессің. Көр өзің. Көр өзің. Сана биігі деген енді білмеймін, әртүрлі мысалды айтуға болады. Не қайын, не? Сіктің ғой сен. Нені айту керек енді сана Мен биігі? сұрақты мысалға мен де түсінген жоқпын, ренжімеңдер. Сен үшін сана биігі. Ол не ал деген ол сана биігі. Сен екеуің сияқты санасыздарға айтылған сана биігі. Жалпы сана биігі, то есть потолок твоих мышлений. А в каком конкретно, мысалы, контекст бойынша? Любой, Айболат, любой. Қара, сана биігі, мен мысалға па Мен мына жігіт түсініп ақша отырмын. жағынан ба, немесе или там... Мынандай бар, мысалы. Мына жігітті мен түсіндім болды. Қоя салайықшы. Сіктіңдер деді ғой болды. Қойыңдаршы. Сана биігі қай жер ол? Шымбұлақ па, Көктөбе ма, Эверест па? Мынау басқаша түсініп отыр мына жігіт. Сен басқаша түсініп отырсың. Жалпы сана биігі бір ауыз сөзбен айтшы. Сен үшін қай жер? Айтып келдің ма? Мен үшін Как у вас здесь, брат, был? Тугистан қазір геолокациясын жібереміз. мен үшін сабыр деп ойлаймын мен сана биігі. Мынау енді керемет дүние. Кез келген ситуацияға сабырмен қарасаң сана биігі деп ойлаймын мен. Сенен күтпедік. Сенен күтпедік, иә. Молодец. Сен Дұрыс шақырып біз алғашқы қонағымыз, иә? Өте Сана сабырлы. биігі. Сана биігі деген сабырдың деңгейі, иә. Сабыр деп ойлаймын. Ене мен келін бірге тұрған міндетті ме дейді. Жоқ дейді. Ене 8-де, келін 9-да тұрса да нормально. Сен қалай ойлайсың? Қалай ойлайсың? Ене мен келін бірге тұру керек па? Бөлек тұрған жақсы ма? Сіздерде қалай? Біз бөлек тұрамыз. Бөлек тұрасыздар. Жалпы. Ол сол дұрыс па, дұрыс емес па? Өйткені басқа ауылда тұрады ғой, неде, заңдар, басқа қалада тұрады. Басқа қалада тұрады. Жағдайға Егер бір қалада тұрсаңыздар, бір қалада тұрсақ, егер де жақсы бір зәулім үйіміз болса, неге бірге тұрмасқа? Зәулім үй неше этажды болу керек? Зәулім үй бір ЖК полностью өзіміз десең 8 этаж, келін бірінші этажда, ене 8 8 Осы ше, негізі Екеуі разный подъезда дейсің. қаншама, иә, әйел азаматтары жүргізетін бағдарламалары бар, неше түрлі басқа бағдарламалар, ене мен келінді біз қозғамай ақ қояйық негізі. Наоборот, қозғау керек, брат. Сен че, біздің көрермендер, қазақстандікілер бүйтіп отырып бүйтіп Эйнштейнді ойлап отырады деп ойлайсың. Олар демалғысы келеді ғой. Жоқ, наоборот, ол қоғамда Жоқ, енді жалпы әңгімелеріміз ауқымды болсын дегенім ғой енді. қоғамнан қашпай ақ бізде типа ене мен келін бірге қарамай ма? Ол трец, менде де 3-4 трец бар келін мен ене жайында, потому что это актуально. Бүкіл лентам сондай. Потому что бізде қазір вопрос переосмысления болып жатыр да отношений. Ну типа біздің де взгляд бар ғой. Иә, қарашы, әйел адамдар көбінесе өздерінің көзқарастарын жазады ғой. А неге ер адамдар жазбайды сол жайлы деген сияқты ғой енді. Соны сұрап жатқан ой ғой. Трецте жоқпын дейші. Иә, сондықтан да жоқ, жалпы жандай Не үшін шақырдыңдар? Жоқ, жалпы Что вы хотите от меня?
жоқ негізі андайға мықтымыз ғой біз ше сол ғой басқартып жүргенде жоқ негізі біз андайға мықтымыз ғой еркектер әйелге әйелдер там еркекке енелер келінге келіндер енеге андай кім не істеу керек екенін как бы бір андай күшті білетін сияқтымыз да типа еркектер отырып аламыз да әйел деген былай деп әйелдер отырып алады да нет вот мой муж он должен деп ше мысалға мына жақта енелер отырады ой не ол алтта тұру керек деп мына жақта келін шығады мен тұрмаймын я собственная личность деп по сути жалпы сен өзің отбасында описать етіп жүрген жоқсың ба қазір жоқ қазір қоғамда айтып отырмын да қоғамда айту кім біреу не істеу керек екенін жақсы біледі үйрету керек иә біреу не істеу керек екенін жақсы біледі чем өзі не істеу керек екенін көбісі білмей жүрген сияқты да менің ойымша сол үшін әркім ол қазіргі заманда енемен тұру керек тұрмау керек әр отбасы өз шешіп алатын сияқты мына жақта мен қазір айта алмайтын сияқтымын вот енемен тұрмау керек либо жоқ енемен тұру керек жоқ 2 ай тұрып шығып кету керек деп ше әркімнің жағдайы әртүрлі ғой ол енді сен ол жағынан эксперт емессің мен ол жағынан эксперт емеспін мүлдем экспертпін деп айта алмаймын жалпы сен қай жағынан экспертсің би жағынан айта аламын мен заманауи би жағынан хорошо ене келін бірге билеу керек бірге билеуге бола ма тверк болса можно деп жоқ мысалы судың үйде андай стриптиздің трубасы болған дұрыс па мынауыңа енді обратка ма или не ма десең иә қай несі айтшы мен стриптизға білмеймін мен ондайға жоқпын мен отбасында біреу жазатын сияқты наша семья гордится тобой деп вот он наш отақбас деп папа жазып қойса астына больше ты не мой сын деп ене мен келін деген ол қоймайды екенсің әйел адамның разный состояниесі ғой просто кез келген келін уақыт өте келе ене болады ғой сенің состояниең қандай болып тұр менің состоянием тяжелый комадамын деші жалпы арамыздағы жалғыз ару ретінде өзіңе сұрақ ене мен келін туралы жалпы не айтасың біз енді бөлек тұрамыз үйленгеннен кейін бірден бөлек шығып кеттік мен ойлаймын бөлек тұру керек неге себебі екі адам отбасы болып үйрену керек если мысалы үлкен үй болса зәулім үй болса бірге тұруға болады егер жаңағыдай бір үйде мысалы жаңағыдай ас үйде екі адам жүруге болмайды деп айтады негізі мен солай естіп өстім өзімше мысалы ас үйде екі адамның хозяйка болуы мүмкін емес дейді мысалы 6 квадрат болса сол себепті біз сразу шығып кеттік өз күнімізді өзіміз көрдік жаңағыдай қатты бір салмақ салдық деп те айта алмаймын екі жақтың ата-анасы біраз қиындық көрдік енді солай ғой жаңағы заңғар айтып жатыр ғой енді әр үй өзі шешу керек бізде мысалы солай болды мен қазір көрермендерге ой сіздер бөлек шығыңыздар ой бірге тұрыңыздар деп мен айта алмаймын өйткені мен ол кісілердің семьясында не болып жатқанын білмеймін де ше сол себепті мен ақыл айтуға қорқамын негізінде өйткені ол сразу сен басыңа біреуді сынама дейді ғой сразу сен басыңа келмесіне кім кепіл береді білмеймін ешкім сол себепті мен айта алмаймын олай сіз мына кісі ене мен келін туралы қатты білетін сияқты жақсы айжан мен заңғар екеуі нейтралка екен байқадыңдар ма иә вот ешкім жақтамайды иә андай сухой болып шыққысы келіп тұр да жоқ сухой емес енді айтып тұрмыз ғой ладно онда тұрыңдар болды не деймін енді или жоқ тұрмаңдар все ертең шығып кетіңдер вот кім қазір тұрып қайрат жатыр айтсын мен мынандай нәрсе ойлаймын что қазіргі келіндер құтырып кетті деп ойлаймын жоқ шынымен де қазір мен сондай ойлаймын көбейіп кетті деп ойлаймын потому что қазіргі келіндердің вообще требованиялары көп шешесіне де баласына да бәрі оған жоқ ондай баяғыда да болды ғой просто қазір шығып жатыр да ол келіндерге требование аз ба келіндерге требование жалпылама мен сіздерге бір нәрсе айтайын ба иә анекдот кез келген жағдай болмасын де келіндерді де жақтамаймыз енелерді де жақтамаймыз бірақ дегенмен келіндер біліңіздер сіздер де болашақ енесіздер сондықтан да қазір сіздер енелеріңізге қалай қарайсыздар болашақта келіндеріңіз де сіздерге солай қарайды қазір иллюзия көп та просто әйел адамға қалай тағайыншы интернетта неде соцсетьта иллюзия көп та иллюзия обмана да иә идеальный өмірді көреді да и
соған өзінің өміріне қанағаттық қылмайды да, и конфликт енемен де жолдасымен де олар ойлайды да бір жерде бір өмір бар, өтіп жатырған өзінің непрожитая жизнь дейді ғой, сол бар деп ойлайды да, ол жоқ нәрсе. шатысып кеттім мен жаңғар ханым мынандай нәрсе саған жаңғар дегенше сен жаңғар типа жаңғар жақсы көріп айтып отырмын да жаным деген сияқты ғой короче. қазақта ең ауыр сөз тәрбие көрмеген деген сөз дейді. Сіз үшін ең ауыр сөз қандай дейді? Ләйла Сұлтанқызы жіберді. Конкретно заңғар. Ең ауыр сөз сіздер үшін қандай ең ауыр сөз? Заңғар, сіз бірінші айтыңыз, сіз қонақсыз, анау сөйлей береді, тоқтап. Дауысын шығарып сөйлейсіз. Не деген андай қазақша подкаст, қазақша бір бағдарлама екен бірден. Давайыңыз дедім ғой. Давай. Сыйластықпен же давайыңыз. 10 жыл танысында давайыңыз. Мынау да ауыр сөз екен. Сабырлық. Сіз үшін қандай ауыр сөз? Риза десе. Ризаның жоқ дегені деп ше. Темір деш. Мен үшін ауыр сөз ойландырады екен. Бір қайтала қойыншы ағай десең. Мен үшін ауыр сөз. Мен үшін ауыр сөз осы шығар, тоже тәрбие көрмеген шығар. Себебі енді ата-анаң бар, айналаң бар, достарың бар, саған тұрады. Ойлан жақсылап. Жақсы ауыр сөздер бар. Жоқ, дұрыс жауап бар ма не оның? Оның дұрыс жауап жоқ қой. Жоқ қой. Соны айтып тұр ғой. Естіген енді мысалымды айтып тұрмын да мен. Басқа бір қызықты нәрсе айта ма деп айтып отырмын. Елегесеміз осы жерде бәрі. Сіз үшін ауыр сөз қандай? Қандай? Енді мен қазір айтсам, как будто бір жалғыз айтып жатқандай боламын. Мен үшін ауыр сөз ол әкемнің тәрбиесін көрмедім деген сөз. Потому что мен әкем жоқ, мен әкемнің тәрбиесін көрген жоқпын реально. Өйткені мен нағашыларымның қолында өстім. Мен де нағашыларымның қолында өстім, әкем өстім. Құдайға шүкір, жаман болған жоқпыз енді. Ешкімнің ала жібін аттап немесе біреудің бірдеңесін ұрлап, ондай дүние болған жоқ. Ең ауыр сөз, я әкеңнің тәрбиесін көрмегенсің деп айтқан шығар. Мүмкін содан кейін мен сынып қалатын шығармын. Жоқ, расымен де қыз үшін ол өте ауыр сөз деп ойлаймын. Қыз үшін біраз ауыр сөздер көп қой. Нет, ең самый бір адамның, әсіресе менің сондай бір больное место дейді ғой бір. Сол дүниеде. Жүрегіңе бірден тие ма? Жүрегімде сразу әке туралы бірдеңе болса, сразу жүрегіме қатты алып қаламын. Менің әкем ең жақсы адам. Жоқ, ол кісі тірі, просто ажырасып кеткен ғой енді. Менің де әкем тірі, ажырасып кеткен. Сондықтан ол кісі менің адам болып қалыптасуыма, жалпы тұрмысқа шыққаныма дейін ешқандай бір андай септігін тигізген жоқ та. Сол үшін сол сөз маған ауыр тиетін шығар. Өмір берді ғой нормально. Прикинь, әкең сол күні вот не хочу десе. Маған адам берді, ол жерде айтайын. Мамам маған өмір берді. Әкем әшейін себепші ғой. Ол кісі туған жоқ қой мені. Ол себепші. Яғни менің көретін бір жарығым болған шығар. А так мен ол кісіге ешқандай ренішім жоқ. Папа, привет. Папам айтып отырғаны мен өліп қалғаным бар деп. Мен үшін ең ауыр сөз гиря. Қандай? Гиря. Гитлер деп естіп қалай ма? Гиря, иә? Гитлер, гиря көтеріп тұрған Гитлер дейді. Опа, сен үшін ең ауыр сөз қандай? Алай бот сен үшін. Травмамызды шығарып жатырмын да бәріміз. Травмамызды ата-ананың үмітін ақтамау шығар. Сондай ол шығар. Басқа? Ол Ләйла Сұлтанқызы осыны айтты ма? Жоқ, жалпы тәрбие көрмеген деді. Тәрбие көрмеген деп айтты. Мен үшін елесе мысалға той жүргізесің ғой. Что-то бүгін той ұнамады деген ауыр ма? Жоқ, уже нормально деп. Ондайды күнде естиміз ғой. Жоқ, 10 жылдың ішінде жоқ. Ондай нәрсе негізі қатты ауыр тимейді. Жалпы ақшасын алып алғаннан кейін нормально деші. Менің ойымша жалпылама мен үшін ауыры ол жаңағы өзің бір жүрегіңнің кеңдігін көрсетіп, кез келген досың болсын, араласатын адамың болсын, жүрегінің кеңдігін көрсеткен кезде ол дәл солай жалпыламада жылы сөзбен болсын саған солай бір кеңдігін көрсетпесе, сол ауыр деп ойлаймын. Звучит как тост. Гиря ғой, короче. Один бокал, друзья.
жалпылама солай тағы да Давай, мен оқимын. Давай тағы бір-бірден оқимыз ба? сонымен бітірейік. Сонымен әумин. Первое, о чем думает казахи, когда покупают квартиру. Қонақтар келсе қайда жатады? Алматинская проблема. Қазір үйлердің квадратный метрлары қатты кішірек қалды ғой. Байқайсыздар ма? Ондай, например, 70-80 квадратный метр жоқ та қазір. Жоқ, вообще басқа жаққа кетіп қалдым. Жоқ, енді қайда жатқызамыз? Это алматинская проблема, братан. Қонақ келсе қайда жатқызамыз? Мен, например, квартира алып отырмын, менде квартира 50 квадрат метр. И маған әйелім айтады да, қонақ келсе қайда жатады? Мен айтамын, қонақ келсе гостиницаға жатады. А неге қонақ сенің үйіңе жату керек, қонуға? Қалай? Неге жату керек? Иә. Вот, это же наш менталитет же, понимаешь? Ну это қалай ойлайсың, насколько это правильно? Я считаю, это неправильно. Бір заңғарға сұрақ қой. Заңғар сіз ғой, иә, қонақ? Біздің просто қонақтар келгенде қалай келеді? Олар менде главный вопрос. Сендер Алматыға келе жатсыңдар ма или Қайратқа келе жатсыңдар ма? Вот вопрос, понимаешь? Жалпы қонақты қайда жатқызған дұрыс деп ойлайсың өзің? Кең үйің болса, үйіңе жатқызған дұрыс. Үйің кең болса егерде. Кең болмаса, ол қай жеріне жатқызасың үйіңе? Жағдайды как надо рассчитывать? Например, қонақтың несіне ма или өзіңнің комфортыңа ма? Қайсына расчет жасау керек? Мен өзім лично айтайын, мен бүйту керек деп айтпаймын мен адамдарға. Мен өзім мысалымды айтайын. Мен өзімнің комфортыма жасаймын. Дұрыс, мен солай ойлаймын тоже. Сонда қонақтарды қатты жақтырмайсың, Жоқ, жақтыртпағанда емес. Мысалға ше, мен үйде бала бар, менде мысалға ше, мен кухня зал совмещенный, бір спальныйым бар мысалға ше. Мен өзімнің плюсыма қараймын да. Сен ауылың қай жақ? Зайсан. Зайсаннан біреу хабарласып, заңғар бір 2 күн қонып кетейікші деп. Бір бауырың хабарласа. Квартира табам. Топ бересің, өзің Квартира төлейсің топ ба? берем. Соны естім келді мен. Жалпы дұрыс қой негізі. Егер үй тар болса, не үшін жалпылама сенің әйел бала-шағаң қысылып жүру керек өз үйінде? Мен исключение әке-шешеме, ата-енеме и все. И туған бауырыма. Тағы қандай список адамдар бар? Көрсін ба? 2 часа спустя. Палчаным бар еді менің де. Не, жалпы мен өзім айтайын, бүйту керек емес. Мен өзім және қонақтар келе жатса, болмаса және алыстан келе жатса, именно мен шақыртумен келе жатса, тем более ше, менде бір қуаныш болып, болмаса бірдеңе болып, маған келе жатса, тем более өз істерімен емес, именно сол кезде мен алдын ала ойлап, квартира жалдап, енді олар да адам ғой. Мысалға, олар да үйге келеді де, менің үйім 60 квадратқа келеді де, олар да қысылады. Олар да жәнегідей душқа түскісі келеді, туалетке барғысы келеді, кішкене отырып демалғысы келеді. Сол үшін оларға да, маған да комфортты болу үшін бір тиімді квартира іздеп қоямын мысалға. Күшті. Жалпы сол квартираның номерін жазып кетші комментарийға потом. Қара, жалпылама сондайлар көбейіп кеткен негізі, мүшеңізді үлкейтіңіз, болмаса жаңағындай. Баттың рекламалары ғой. Баттың рекламалары, сосын жаңағы Витаман деген сияқты. Витаман деген сияқтылар. Жалпылама ондай. Өтірік қой. Өзің ішіп көрдің бе не? Тексерген. Жоқ, ол ештеңе ішпейді вообще. Табиғи. Бірақ қандай настроениесі айтты, ештеңе ішпейді. Қиналып жүр. Витаман деген не вообще? Білмеймін. Витаман деген жалпы Айболат айтып кетті. Жұмыс мешенді өсіреді. Қайрат. Это для мужчин Қайрат. Жалпы қуатыңды арттырады дейді. Қуатыңды арттырады. Жер жыртуға шығасың 10 000 теңге. Хорошо. Давай, Аль-Хадия дейтін бар еді ғой бұрында. Қандай? Аль-Хадия ма? Аль-Хадия. Сен ана кәдімгі заварканы шайды қосып жедің ғой. мен үйреніп қалдым. Аль-Хадия. Аль-Хадия. Так, қалай ойлайсыздар сіздерге қатысты? Бір жасты жасаған дұрыс па? Или шығын ба? 40-50 адамға жасаса, тұңғыш қой деп ойлаймын. Бір жағынан ақтамаса ше, қанша кетеді деп ойлаймын. Сіздерге қанша теңге кетті дейді. Бір жасқа толды ма бұл? Жасады ғой, жасады. Жасадық. Жалпы қалай ойлайсың? Көбінесе бартермен болды ғой бұларда. Шығын ба? Мысалы, кейбір адамдар той жасағанда ақталса екен деп жасайды ғой. Ой, никогда өзін ақтамайды. Никогда ақтамайды той. Мен қызымның 1 жасында жасадым, үйлену тойда жасадым. Екеуі де өз-өзін ақтаған жоқ. Бірақ менде ондай не болған жоқ, ниет болған жоқ. Ой, осы ақтаса екен дегенше. Жағдайың келсе, жаса. Жағдайың келмесе, жасама. Үйленсең, үйленбесең, үйленбе. Тука сияқты
Жоқ, бұл жерде енді кредитсіз, иә? Жоқ, біз кредит алдық. Жоқ. Ашығын айтайын. Сол дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Мен шарасыздықтан кредит алдым. Ол жасағанда біреуден қалмау керек деп жасадың ба, әлде өзің бір жасау керек деген сияқты ойың болды ма? Жасау керек дейтін, басында жасамайым дейтін ой болды. Той ма или бір жас па? Бір жаста. Бір жас, мен ниет болды ол. Қызымның, өйткені мен күнде әке атап жатқан жоқпын. Сол үшін қалай да болсын жасайын дейтін бұл өзімнің ниетім болды. Ал үйлену той? Үйлену той шарасыздықтан кредит алып жасадым оны енді. Сен үйлену тойға кредит алдың ба? Үйлену тойға кредит алдым. Бір жасқа деп. Неше процентпен алдың десе? Ендеше бізге тиімді бағада сіздерге кредит алып беретін деп. Бір жасқа кредит бермейді. Былай ғой, халық мысалы бізде қазақтар ұят болады дейді ғой. Сөйтіп мысалы қанша миллион кредит алады. Өзің қалай ойлайсың? Негізі сол кредиттің бір бөлігін саған береді ғой еще да. Жалпылама жүргізушіге деп. Көп бөлігін маған береді десе. Жалпылама қараңыздаршы, менің ойымша біздің ата-анамыздың кезінде барлықтарымыз білеміз, ол кездері андай көп той болмаған. Сүндет той, жалпылама қазақтар сүндет той ғана жасаған, и бір үйлену той ары кетсе, болды. Андай 50 жас той, 40 жас той, 30 жас той деген сияқтылар болмаған ол жылы. Бір жас деген тіпті болмаған. Сондықтан да менің ойымша жақсылап бір ойға салып жасау керек сияқты. Мен мысалға бірінші бала туылған кезде бәрі бір жастан жасайды, бірақ кейін балаларым туылған кезде мен айттым, ұлдардікін жинап бірақ жасаймыз дедім да. Сондай бір ниеттеніп қоясың да бір жағынан. Сол сияқты менің ойымша жинап қосып жасаған дұрыс қазіргі заманға сай. Сіз жасадыңыз ба той? Мен той жасағым келген жоқ. Мен вообще басында әйелмен келіскенбіз. Ажырасамыз деп. Жүрген қызым ғой. Жүргенде екеуміз келіскенбіз, той жасамаймыз деп. Сосын бір жасаймыз деді ме? Ан жаққа хабарлас, мына жаққа хабарлас, соның бәрін сөйлесіп келгенде, бәрі ойбай той жасаймыз деді. Ата-ана, үйдегілер, туысқандар. Әйеліме қарасам, әйелім айтады, мен де жасағым келіп тұр дейтін. Сол жасадық тойды. Ақ көйлек киген тұр деген тұр ғой енді. Мен киген жоқ, жоқ келіншек. Жасадық. Тойда даусымыз ауытқасы. Мен той жайында айтайын мынандай нәрсе. Құдайға жетмес нәрсе деп ойлаймын. Әлі де солай ойлаймын. Той уақытында отырған. Бір жағынан екінші позиция бар. То, что қуанышымен бөліссең көбейеді, ол да бар. Үлкен кісілердің батасын аласың. Үлкен кісінің батасын аласың, үлкен кісілердің. Сосын ағайын туысқандар сол кезде көресің ғой. Басы қосылады. Басы қосылады. Қуанышта көрсетсең араларың суып кетеді мысалы. Жоқ, менің ойымша сосын ол жағынан да қарастыру керек сияқты. Той жасаған кезде мысалға мен кез келген осы арамызда отқандар, сіздер үйде кешке жақын 2 горячий жемейсіздер ғой, дұрыс қой, тойда не үшін 2 горячий береді? 2 горячий береді, бірақ қана горячий, ыстық ас, ет қойыңдар басында. Бітті. Сосын ет жеп болған. Одан кейін қара, бір етпен 3 салат қой, болды. Жоқ, бізде бар ғой, 5-6 холодный. Көзің тойу керек қой сен. Жоқ, бізде солай ғой. Қазіргі заманда аш жүрген қазақ жоқ. Бар, Аллаға шүкір. Бәрін тоқ. Бірақ андай ғой, айтады, мына дастарханы дейтін онша болмады деген әңгіме де бар ғой. Жарайды, ол әңгіме болады ол. Мен қайта берейін ба? Ғасырлар бойы болған әңгіме. Жақсы брат. Енді әркім өзі. Давай соңғысын етейік. Давай. Мен бір айта салайыншы, или мен қорытындылайын ба? Мен бір ойынды айтып жіберейінші. Сүндет той жайында. Мен сүндет тойында ойлаймын. Маған жасаған жоқ деші. Сүндет тойда кемпір мен шалдар болу керек. Зачем 30-дағы, 40-дағы, 20-дағы жастарға? В чем логика? Әжесі мен аталары немерелерін сүндетке кетіріп, олардың аманаты да сүндетке отырғызып нетіп. Қорқып жатыр. Басқалар менің ана жерімді көрсе. Жасамайды ғой сүндет той. Жоқ, мама-папалар шақырғанда үлкен адамдар шақыру керек деп ойлаймын да. Неге жастарға неге шақырылмайды? Білмеймін. Вот это да. Я не хочу показывать член молодым. Ол бойынша про традиция же. Зачем жастарға ол традиция? Понимаешь, ол үлкендердің несі да, что немереміз мұсылман болды, понимаешь? Тұсаукесерге? Тұсаукесер, сүндет той, бәрін сол үлкен адамдар. Сонда типа той для үлкен кісілерге да, жастарға той керек емес. Неге той, мысалы, әр тойда жастардың да тілек білдірген дұрыс қой? Олар үйренеді. Ортаға шығып сөйлеуді. Айжан алып кетші мұны. Жалпы мына теманы жаптық қой, әркім өзі шешеді.
Біз бәрін түзіп жатырмыз. бәрі өз шешеді. бүкіл теманың бәрін өздері шешіп жатқан жоқпыз нәрсе. ештеңе шешіп жатқан. бастаймыз да андай нүктесі жоқ сияқты. өтірмей қалып кетіп жатыр ма? Үздік трендстар ғой әр адамның ойынша, иә. Әдемі нүктеде аяқтайық. Елжас Ертайұлы жазған екен. Дәулетіңнің қадірін ұлың өскенде білерсің, абыройыңның қадірін қызың өскенде білерсің деп. Сондықтан да жалпы сізге деген бала тәрбиесі жайында сұрақ. Бала тәрбиесіне қалай қарайсыз, өзіңіз қалай атсалысасыз? Сіздерде няня бар, қателеспесем. Няня бар. Но біз толықтай 100%, 100 деп айта алмаймыз, по-любому бір 90% Риза екеуміз включенныймыз ғой, орысша айтқан кезде екеуміз бала тәрбиесі. Просто няняны қарап жүрсіңдер өсіңдер. Бірдеңе ұрлап кетпесе екен деп. Телевизорды ұрлап кетпесе екен, бля. Жоқ, мысалы няня дегенде көбісі түсінеді ғой, там няня ол ойлайды, там таңертең келеді, түнде кетеді деп ше. Няня бізде Түнде келеді да ол. жоқ. Ол после обеда келеді. Біз жұмыс уақытында келеді. Потом мен жұмыстан келгеннен кейін, Риза жұмыстан келгеннен кейін біз үйдеміз. Ол кісіде 2 күн выходной бар, 2 күн біз қызымызбен біргеміз. Сонда няняның жұмыс істейтін уақыты негізі среднем 8-7 сағат мысалға ше. Қалған уақыт менімен болмаса Ризамен болмаса үшеуміз біргеміз мысалға ше. Сол моментте біз полноценно включенный ата-анамыз, грубо говоря. Мынандай дүние бар да, кейде болады ата-анасының жете алмаған арманына балалары жетсін деп ата-аналар ниет білдіріп жатады. Сосын келесі бір позиция бар. Біз осы салада жүрміз ғой, баламыз басқа саланы таңдасын, басқа жақта болсыншы, кәсіпте болсын. Біреулер өнерде болса керісінше айтып жатады, кәсіпте болсын дейді, біреулер жаңағы кәсіпте болса өнерге болсын деп жатады. Жалпы сендер қалай ойлайсыңдар? Екеуің де өнердесіңдер, екеуің де тамаша керемет бишісіңдер. Жалпы балаларыңды болашақта кім деп көресіңдер, кім болғанын қалайсыңдар? Екеумізде де осы жақында ғана сөйлестік, сол жайлы екеумізде де бір четкий картина жоқ екен. Мен сұраймын, сен кім деп көріп тұрсың деп ше. Балаларының өмірін бұш қылайын деп отыр. Риза айтады, честно, мен білмеймін дейді. Неге желаниясы болады дейді. Мен білмеймін, бұл менің балам емес. Сенің де балаң. Өскенде кім бар, няня боламын сен. Осымен Жалпы давай, қысқа жалпы Threads-тағыларға бір өзіңнің ойыңды айтып кетші. Threads-қа не жазу керек, қалай жазу керек? Жалпы қоғамға бір түйін беріп кет. Өздері білсін десең. Threads жақсы, іштегі жиналып қалған ойларыңызды бөліскенге бір жақсы өте керемет платформа. Жазыңыздар, бөлісіңіздер. Болмаса бір мәселелеріңіз болса, шеше алмай жүрген, жазып көріңіздер, оны мен болмасам да, басқасы болмаса, үшінші адам может шешіп береді. Сол үшін әрбір затты дұрыс жағынан пайдаланайық. Заңғар жалпы саған арамызда кімдікі ұнады? Салыстырмалы түрде. Бір адам таңдауың керек. Сен адамға бірдеңе бере ма? Иә. Не бересіздер? Уәде береміз. Жоқ, пост таңдау керек. Қай пост ұнады? Обсуждать еткен посттардың ішінде. Сосын квартира болды, иә және невнимательно көз екенсіз. жазып отыру керек екен. Басынан бастаймыз, оны не істейміз? Тақсыр деген сияқты болды. Сол, давай тақсыр сол. Ал не болды ал? Не жайлады ол? Күйеуіңді еркелету, әйеліңді еркелету жайлы болды. Тамаша. Бізбен бірге болған Заңғар. Құрметті достар, лайк басамыз, комментарий жазамыз, колокольчикті баса ұмытпаңыздар.